қадір түнін өткізіп алсаңыз, не жоғалтасыз? Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін біз өте маңызды бір тақырып туралы сөйлесеміз. Ол қадір түні. Көпшілік бұл түннің қасиетті екенін біледі. Бірақ бір сәт ойланып көрдіңіз бе? Егер адам қадір түнін өткізіп алса, ол нақты не жоғалтады? Бұл жай ғана бір түн емес, бұл Алланың ерекше сыйы. Сол себепті бүгінгі видеода біз қадір түнін өткізіп алудың қандай үлкен мүмкіндіктерден айырылу екенін бірге түсінетін боламыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Бірінші, 83 жылдан да артық сауапты жоғалту. Ең алдымен, ең үлкен жоғалту сауап. Құран кәрімде қадір түні туралы былай делінеді. Қадір түні 1000 айдан да қайырлы. 1000 ай шамамен 83 жыл 4 ай деген сөз. Яғни, егер адам осы түнде намаз оқып, дұға жасап, Алланы еске алса, ол 83 жылдан артық құлшылық жасағандай сауап алады. Енді бір сәт ойланып көріңіз. Біз өмірде 83 жыл бойы үздіксіз құлшылық жасап шығуымыз өте қиын. Ал Аллах тағала бір түнде сол сауапқа жету мүмкіндігін беріп тұр. Егер адам бұл түнді ұйқымен немесе бос әңгімемен өткізіп алса, онда ол 83 жылдық сауапқа тең мүмкіндікті жоғалтады. Бұл өте үлкен жоғалту. Екінші, періштелердің дұғасын жіберіп алу. Қадір түні тағы бір ерекше нәрсе болады. Сол түні періштелер жерге түседі. Олар Алланы еске алған, намаз оқыған, дұға жасаған адамдарға рахмет пен береке тілейді. Ғалымдардың айтуынша, сол түні жер беті періштелерге толады. Яғни, бұл аспан мен жер арасындағы ерекше түн. Ал егер адам бұл түнді өткізіп алса, онда ол періштелердің дұғасын, періштелердің берекесін, сол түннің рухани тыныштығын жіберіп алады. Үшінші, кешірім мүмкіндігін жоғалту. Қадір түні күнәлар кешірілетін түн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, кім-де-кім қадір түнін иманмен және сауаптан үміт еткізіп өткізсе, оның бұрынғы күнәлары кешіріледі. Бұл хадистің мағынасы өте терең. Адам қанша қателік жасаған болса да, егер ол осы түні шын жүректен тәубе етсе, Алла оны кешіруі мүмкін. Бірақ егер адам бұл түнді өткізіп алса, онда ол күнәларының кешірілуіне үлкен мүмкіндік жоғалтады. Төртінші, қабыл болатын дұғадан айырылу. Қадір түні дұғалар қабыл болатын ерекше уақыт. Сол түні жасалған дұғаларға Аллах тағала ерекше назар аударады. Сол себепті көптеген мұсылмандар бұл түні өміріне береке сұрайды, балалары үшін дұға етеді, денсаулық тілейді, қиындықтардан құтылуды сұрайды. Ал кейбір адамдар дәл осы түні жасаған дұғасының нәтижесін өмірінде көреді. Егер адам қадір түнін өткізіп алса, онда ол қабыл болуы мүмкін, дұғадан айырылып қалуы мүмкін. Бесінші, жүректің ерекше тыныштығын жоғалту. Қадір түнін өткізген адамдар бір нәрсені жиі айтады. Олар бұл түнде жүректе ерекше тыныштық болады дейді. Шынында да бұл түнде жүрек жұмсарады, адам Аллаға жақындайды, жан тыныштық табады. Бұл сезімді сөзбен толық жеткізу қиын. Ал егер адам бұл түнді өткізіп алса, онда ол осындай рухани сезімді де жіберіп алады. Алтыншы, өмірді өзгерту мүмкіндігін жоғалту. Көп адамдардың өмірі дәл осындай қасиетті түндерде өзгереді. Бір дұға, бір тәубе, бір намаз адамның өмірін толық өзгертіп жіберуі мүмкін.
мүмкін дәл сол қадір түні сіздің тағдырыңызға береке жазылар, қиындықтарыңыз жеңілдер, өміріңіз жаңа бағыт алар. Бірақ егер адам бұл түнді мән бермей өткізіп жіберсе, онда ол өмірін өзгерту мүмкіндігін де жоғалтады. Қорытынды: қадір түні жай ғана бір түн емес, бұл 83 жылдан артық сауап беретін түн, періштелер түсетін түн, күнәлар кешірілетін түн, дұғалар қабыл болатын түн. Сол себепті ғалымдар қадір түнінен құр қалған адам үлкен жақсылықтан құр қалған адам дейді. Ендеше бұл мүмкіндікті жіберіп алмауға тырысайық. Сол түні намаз оқыңыз, дұға жасаңыз, Құран оқыңыз, Алладан кешірім сұраңыз. Бәлкім дәл сол түні жасалған бір дұға сіздің бүкіл өміріңізді өзгертуі мүмкін. Егер бүгін сізге осы ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз.